Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз жақсы ма? Тарих қайталана ма, қайталанбай ма? Жұма қабыл болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Дұғадамыз. Қалайсыздар, жақсысыздар ма? 1382 жылы Дмитрий мен Тоқтамыс ерегісіп. Жоқ, 1380 жылы ерегіскен ғой. Ерегісіп Мамайдың әскерімен соғысып, ары-бері арада 2 жыл өткесін Тоқтамыс әскерлерін жинап, Дмитрийді барып, сен великийсің ба, великий емессің ба деп көрейін деп келсе, Дмитрий шығып қалған ғой әңгімені ашты. Тоқтамыс Мәскеуді қоршап, от жаққан ғой, жаурап қалмасын деген ба, от жағып жылытып кеткен екен енді. 3 күн қатарынан айландырып Мәскеуді жаққан, от жаққан. Енді бұл неғып айтып жатыр десеңіздер, 2026 жыл кеше болмаса алдыңғы күні Украина Мәскеуді әңгіменің ашығы отқа орады. Енді анау жанды, мынау жанды, үйтті, бүйтті, сүйтті деп айтпай ақ қойын, барлығын біліп жатқан жарыстар. Енді біз енді руға бөлінген ғой, руға бөлінген жақсы, қыз алысқанда қан бұзылып кетпесін дейді ғой. Осы әрбір отбасының енді мысалға біздің ауылда өзіміздің барлық қазақтар ғой, бірақ соның ішінде де орта жүз, кіші жүз, ұлы жүз деп бөлінеді. Мысалға біз орта жүз деген сияқты. Сол біз тарақтымыз. Соның ішінде бір 15-20 үй болып қалды қазір. Енді ауылымыз кішкентай біздің. Сол жерде әрбір отбасында мен ойлаймын бір ата бар деп ойлаймын. Сол руды бөліп, жіліктеп, жілігін шығарып, ананың мынаусын айтып, осы руды шашады ғой, 70-ке 1000 десең 1000-ға бөліп береді. Сен анадан тараған деп. Сол аталардан бір сұрау көріп көп тұрыз Тоқтамыс пен Зеленский. Сол Тоқтамыстың ұрпағы осы Зеленский емес пе екен деп қалам да. Сол зерттеу керек көп тұр, не болса да басқасын барлығын қойып. Зеленский сол Тоқтамыстың арғы жақ бергі жағында емес пе екен, сол Мәскеуді өрттеуге барған кезде сол жерден бір енді Зеленскийдің әжелерін жолықтырып қалмаған бекен дейді. Қалжың ғой енді, не болса да Зеленский аямай жатыр. Зеленский G7 жиналысында айтты, бұл соғыс қашан бітеді, сіздің арманыңыз қандай деген еді. Әңгіменің ашығы мен шаршадым деді ғой. Бұл енді билікке келіп ойбай арқа-жарқа, жегенің алдында жемегенің артында болады. Бірақ маған қазір тыныштық керек болып тұр. Мен өзімнің отбасымды, балаларыма көңіл бөлсем, менің арманым қазір сол болып тұр, соғыс аяқтап, Украина жерін қайтарып өзіне берсек, сонымен мен де кетсем, мен де таққа жабысып қалған ойым жоқ деп әңгімені ашық айтты. Енді бұрынғыдай, Ресей бұрынғыдай болмайды әңгіменің ашығы. Қанша заводтар шығады, қанша завод жар. Күнде бір заводтан жарылса да, 30 күнде 30 завод жарылады, мысалға. Енді Ресейдің басқарушы таба жақсы сөйлегенмен әңгіменің аша жағдай өте қиын. Енді Мария Захаров ішкі істер министрлігі мекен, или сыртқы істер министрлігі ғой деймін. Енді ол жасанды интеллект болуы да мүмкін, осы интеллект болмауы да мүмкін. Интеллект емес, жасанды интеллектпен жасалмаған видео сияқты, неге десеңіздер, ол жерде мындай әңгіме айтады. Көршілерімізден біз көмек сұраймыз, біздің жақтастарымыз демейді, енді көршілерімізден бізге көмек бере алса, жанармай жағынан көмек берсе деді. Бірақ осы біздің сыртқы істер министрлігіне мекен, соның бір қызметкеріне сұрақ қойыпты. Көршілер бензин сұрап жатыр, ол мәселе не болып жатыр деген еді. Ол мәселе бізге әлі келмеді, енді айтса көреміз деген сияқты әңгімені айтты. Соған қарағанда Захарованың айтқан сөзі жасанды интеллект емес, шын сияқты. Күнде жарылыс, күнде мұнай құятын, анау құятын, мұнай құятын, бензин, солярка, газ, әскери салаға кететін солярканың барлығын жағып жатыр екен. Осының алдында ғана бір адамдар таситын самолет ұшып келе жатып, бензин таусылайын деп қалып, сол бензин жететін жерге дейін тоқтап, ары-қарай ұшып барды дейді. Енді қай облыстан қай облысқа екен оны мен әңгімен аша айта алмаймын, бірақ сондай әңгімелер болып жатыр. Чечендер, Крымда, тағы біз білетін, біз білмейтін 50-дің арғы жақ бергі жағындағы аудандары же болмаса қалаларда мынандай ескерту беріп жатыр. Қазіргі жағдайға байланысты
талон береміз. Енді талон енді шыдауларыңыз керек. Бұл шыдамасаңыздар болмайды. Bir адамға 20 литрден, бір адамға 10 литрден бензин береміз. Енді машинаңды итеріп қырдан түсіп баратып скоростан шығарып жібересің ба, енді сөйтесіңдер. Әңгіменің ашығы великий. Боламыз ба болмаймыз ба белгісіз болып тұр депті. Әңгіменің ашығы G7-де. G7-дің жиналысында енді мен ойлаймын, Украина мен Ресейдің арасында қақтығыс жабығысық жағдайында әңгіме болған дейді. Енді публикаға шығармай, телевизорға шығармай, сол жерде әңгіме болған дейді, Трамп айтқан дейді. Сендер Ормуз бұғазының қауіпсіздігіне маған көмектесетін болсаңдар, мен Зеленскийге мына Ресейдің арасында қақтығысты тоқтатуға көмектесемін. Және де бұрын енді Ормуз бұғазының 7 мемлекетте сұрады ғой деймін, қателеспесем. Қоршап кемелерді қауіпсіз өтуіне көмектесіңдер дегенде ол кезде ешкім көмектеспей қойды. Ол кезде мынандай әңгіме болып тұрған не дейді. Украина жерінен айырылсын, мына соғыс тоқтатайық деп Трамп айтып жатқан еді. Содан кейін Еуропа көмектескісі келмей қалған еді дейді. Ал жабық есік жағдайында Трамп былай айтты дейді. Мен көмектесем, жерін бермейміз, әңгіменің ашығы түрсе жыртылғанша. Путинді біз қойдырамыз, немесе Путин өзі қояды. Сендер уайымдамаңдар. Украинаның жерін берсек, одан кейін Еуропа сендерге кеп қалады деп уайымдамаңдар. Украинаның жерін бермейміз. Бірақ сендер маған да көмектесіңдер деп сонда әңгімені айтты дейді. Әңгіме өте көп. Кеше бір енді ана депутаттың мен атын тападым. Жасанды интеллектке де салдым, мынау кім десем, бір депутаттың атын айтты, оны жазып қарасам ол жоқ. Ол жерде мына әңгіме болып жатыр. Арнайы операция бастадық Украинаға деп енді бастап кетті. 2022 бастады ма, қай жылы бастады? Сол кезде біздің бір депутат сөйлеген екен. Ол кезде қазір ол кісі депутат па, депутат емес білмеймін. Мен жас шамасы бір 50 мен 40-тың арасында мен Путиннің арнайы операциясын қолдаймын дейді. Енді ана журналист, сіз қалай қолдайсыз ол енді жайдан жай жатқан елге кіріп бейбіт халықтарды өлтіріп жатыр ғой десе, мен соғысты қолдамаймын, бірақ мына арнайы операциясын қолдаймын деді. Және де бүйтеді, бұл арнайы операция дейді. Ана кім еді аты? Ана журналист бар ғой, Мария ма? Жоқ. Бір журналист бар. Ой, пропаганда ұрып тұратын. Сол Украина не? Ол Украинаны барып жаулап ала саламыз. Азанда шығамыз, бар обед сол жақта ішеміз. Кешке Камзановтың концерт деген жақта әңгімені біздің депутат айтып жатыр. Ол былай дейді. Бір ай соғыс болса, Украина халқы Зеленскийді стайтта сотқа береді, сонымен бұл соғыс тоқтайды дейді. Армандама ақтоқты, күздің күні көк шөпті. Білмеймін енді Ресейге неғып біздің депутаттың жүрегі бұрылып жатқанын білмеймін. Сондай әңгіме айтыпты дейді. Одан Германияның әскери саласындағы қорғаныс министрлігінің орынбасары, немесе қорғаныс министрлігінде жұмыс істейтін бір адам айтыпты. Егер Ресей соғысамыз десе, Германия соғысқа дайын. Германия НАТО-ның құрамына кіретін елдерді қорғауға дайын. Әңгіменің ашығы, екінші дүниежүзілік соғыста кеткен есемізді егер шама келсе қайтарып қалуға тырысамыз деген сияқты әңгіме айтты. Дәл сондай айтты ғой, бірақ енді НАТО-ға тиісіп қалса, біз НАТО-ның кез келген елін қорғауға, кез келген түкпіріне барып, Ресеймен шайқасуға дайынбыз депті. Ал енді әр өзі ұлттың, әр отбасының туысқандарының арасында бір шалдар бар. Біздің бір Сайранбай деген атамыз бар. Енді руды жіктеп, 7-ге, 12-ге жіктеле берсе, жіктей береді. Сондай аталардан сұраңызшы, осы Зеленскийді бір жіктеп бір тоқтамысқа жақындамай ма екен көру керек. Не дейміз енді, Владимирге күш қуат берсін, не болса да. Өмір ұзын болсын. Владимир. Жақсы. Владимир. Екі, енді, бір Владимир қоймай жатыр, бір Владимир қайтпай жатыр, общий әңгімені ашыш. Біреу қойса, екіншісі де қоямын деп тұр, бірақ енді. Бірінші Владимир бүкіл жерімізді қайтарып аламыз деп тұр, не болса да. Енді Украина өз жерін қайтарып алсын деп тілеймін, әңгіменің ашығы. Енді өзінің жері 90 СССР КСРО ма тарқаған соң алған, бүкіл әлем мойындаған жерін қайтарып алсын. Ресей өз жерінде өзімен өзі тыныш болып, өзімен өзі өмір сүрсін дейміз енді. Зеленскийге күш қуат берсін, Украинаға күш қуат берсін. Өз жерін қорғап жатыр, сондықтан. Сен де біреу шарбаңға кіріп кетіп әңгіме айтса айтасың ғой, қой шық, бұл менің документім бар мені.
мемлекет берген же болмаса Украина айтады ғой, бізге әлем документ беріп қойған, міне жеріміз бар деп. Және де мына Крымды қаласақ ала саламыз деген әңгіме болып жатыр. Қаласақ Крымды бір-екі рет жақсы дрон жаудырсақ, Крым халқы өзі үйіне қайтады. Сонан Крым өзімізге қалады әңгіме. Қаласақ Крымды ала саламыз деп әңгімені ашты. Жақсы, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, байланыстамыз.